Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгінгі видеоролигімде мен сіздермен бірге бөлім бойынша жиынтық бағалау және 90 бойынша жиынтық бағалауды құрастыру кезінде оқу мақсатыны қай жерден аламыз және осы таңдаған оқу мақсатына бағалау критерийін қалай құрастырамыз, бағалау критерийіміз қай ойлау дағдысының деңгейіне жататынын анықтауды үйренетін боламыз. Бізде ойлау дағдысының деңгейі ол lower order thinking skills және higher order thinking skills деп екіге бөлінеді. Оқу мақсатыны біз сіздермен бірге subject программнан аламыз. Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9 сыныптарына арналған ағылшын тілі пәнінен жаңартылған мазмұнда үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар. Осы жерден біз сіздермен бірге байқаймыз, 5-ші сынып деп тұр. Units, мына жерге units бөлімдер, strands, content, listening, келесі speaking, reading, writing және use of English. 5 strand бар бізде сіздермен бірге. Ал енді, құрметті әріптестер, оқу мақсатыны 1-90-да бізде home and away тақ юниті болды. Және екінші юнит ол cities and countries, weather and climate деген юниттердің атауы. Осы жерден біз мына оқу мақсаттарымен сабақ барысында жұмыс жасадық. Енді бөлім бойынша жиынтық бағалау кезінде, мысал ретінде біз оқушылардың тыңдалым дағдысын тексергіміз келеді. Бірінші тұрған 5 деген сан ол 5-ші сыныпты білдіреді. 5-ші сыныпты білдіреді. 2 деген сан ол бізде listeningді білдіреді. Ал мына жерде 1 дегеніміз ол контентті білдіреді. 5 дегеніміз сынып, 3 дегеніміз мына жерде ол speaking. Мінекей speaking. 2 listening. Осы жерден біз өзімізге қажетті оқу мақсатыны таңдаймыз. Мысал ретінде мен 5-ші сыныпта writingді таңдаймын, 5-ші writing. Осыны копировать етіп аламын. Кейін өзімнің мына құжаттарыма ораламын. Осы жерде менде 5-ші сыныпқа арналған формативтік бағалау бар. Қалыптастырушы бағалау жиынтығы. Осыны ашамын. 5-ші сыныптарға арналған қалыптастырушы бағалау жиынтығы. Мінекей Word форматында. Енді осы жиынтықты ашқасын мен осы жерге Ctrl+F кнопкасын бірдей басамын. Сол кезде менде сол жақ бұрышында навигация деген пайда болады. Навигация. Мына жерге біз жазамыз. Бұл жерге біз оқу бағдарламасынан таңдаған оқу мақсатын жазамыз. Мысал ретінде мен мына таңдаған оқу мақсатым 5-ші сынып writing. Реттік номері 1. Дәл осыны мына навигацияға жазамын. 5-ші сынып нүкте writing реттік номері 1. Мінекей құрметті әріптестер, алдыларыңызда менің оқу мақсатым міне. 5 writing 1. Plan, write, edit and proofread work at text level. with support on a limited range of general curricular topics. Мінекей оқу мақсатымыз таңдалды. Осы бір оқу мақсатына бізде уже дайын бағалау критерийі берілген. Осы бағалау критерийін өзімізге қажеттісін аламыз. 3-еуін алсаңыздар да болады, 2-еуін алсаңыздар да болады. Мысал ретінде мен 1-еуін аламын, мінекей. Копировать етемін. Өзіме қажетті жерге барып, бағалау критерийіне қоямын. Make a clear plan of writing. Сөйтіп, мына жерге мен енді ойлау дағдысының деңгейін жазу керек. Ол үшін тағы да қалыптастырушы бағалаудың нұсқаулығына, үлгісіне барамын. Бұл жерде менде берілген level of thinking skills, higher order thinking skills'ты копировать етіп аламын. Өзіме қажетті жерге барып, вставить. Болды. Мінекей, құрметті әріптестер, алдымызда біз бөлім бойынша жиынтық бағалауға немесе 90 бойынша жиынтық бағалаудың оқу мақсатын анықтадық. Оқу мақсатына бағалау критерийін құрастырдық
және ойлау дағдысының қай деңгейіне жататынын анықтап жазып қойдық. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.